Алла тағала туралы жақсы ойда болу. Уа мұсылмандар! Алла тағала туралы жақсы ойда болу алдыңғылар мен кейінгілердің тұрақтайтын орны. Алла тағала хадис-і құдсиде былай дейді: құлым мен туралы қандай ойда болса, мен сондаймын. Ендеше ол мен туралы жақсы ойда болсын. Тағы бір риуаятта былай айтылады: олай болса, ол мен туралы қалай қаласа, солай ойласын. Ақылды адам әрбір алған және шығарған тынысында Раббысы туралы пікірін жақсарта түскен адам. Егер Алла сені бұл өмірде құрдымға жібермейді, бір сәтке болса да нәпсінің қолына тастамайды деп ойласаң, жаратушы да солай етеді. Егер Алла сенің жасап қойған қателіктерінің орнын толтырып, сені сол үшін жазаламайды деп ойласаң, Алла солай жасайды. Егер Алла тағала саған таухидпен жан тапсыру бақытын сыйлайды деп ойласаң, Раббың саған мұны да береді. Егер Алла тағала сені қиямет күнінің азабынан сақтайды деп ойласаң, жаратушы солай етеді. Жаратушы сені ешқандай сұраққа тартпайды деп ойласаң, Алла солай жасайды. Егер сен Алла тағала сырат көпірінде аяғыңды нық қылады деп ойласаң, ол солай етеді. Жаратушы сені жұмаққа жібереді деп ойласаң, Алла оны да береді.